Сіз барда кіріп үйге күніне құт, шуағыңа шомылып, жылып едік. Сол шат күндер ерекше ыстық әке, қимастықтан береміз көзге ерік. Үш жыласып барады үш ғасырдай, жоғалтқалы өзіңдей асылдай. Жансыз бенең тұр ғой бізге ұқтырып, дүниенің жалғандығын жасырмай. Өмір деген бітпейтін бір сабылыс, пендеміз ғой бұл тағдырға бағыныш. Бірақ әке, жүректесіз әрдайым, басылмас мәңгі сізге деген сағыныш. Жақсы әке балаға 100 жыл азық. Расында да, мына уақытша өмірде үнемі жайдары жүретін, досқа құшағы ашық, кең пейілді, жүрегі жылы, өн бойына тек жақсыны ғана жиып, жарқырап өткен жан кім десе әкеміз деп айтар едік. Оның бекзаттық болмысымен қоғамға сіңірген еңбегі, ұрпағына қалдырған өнегесімен ағайын туысқа жанашырлығы ұшан теңіз, сол игі қасиетімен сыйлы болды, сыйласты. Бір сөзбен айтқанда, өмір жолы ғибратқа толы жан еді. 1948 жылдың қаһарлы қысында жарық дүниеге келіп, Мақат ауданы Байшонас кентінде балғын балалығы өткен Тоқтабай Аманқосұлы, әкесі Аманқос пен анасы Зейнептің шаңырағындағы перзент. Өзінен кейінгі інісі Олжабай екеуі ата-ананың мейіріміне, қамқорына мейлінше қанығып өсті. Бірақ одан ерке, есерлікке бой алдырған бозбаланы көрмейміз. Ішкі жан дүниесінің тұнықтығы, елгезек ашық мінезі бала күннен, мектеп қабырғасында жүргеннен ақ байқалып тұратын. 10 жылдық мектебін ойдағыдай аяқтаған соң 1967-1972 жылдары Батыс Қазақстан ауыл шаруашылығы институтында оқыды. Жоғары оқу орнын тәмамдаған соң іле-шала кеңес әскері қатарына шақырылып, отан алдындағы борышын өтеді. 1973 жылдан бастап зоотехник, бас зоотехник, одан кейін Атырау облыстық дайындау инспекциясында инспектор болды. Өз мамандығына адал, берілген істі соңына дейін жеткізе орындайтын жауапкершілігінің арқасында бас инспектордың орынбасары сынды жауапты лауазымның жүгінде абыроймен атқарды. Бұдан соң агроөндірістік кешенінде жұмысын жалғастырды. 1987 жылдан бастап Атырау облыстық халық бақылау комитетінде, облыстық қаржы бақылау басқармасында, облыстық қазыналық басқармасында, ауыл шаруашылық республикалық мемлекеттік мекемелерінде еңбек етті. Қызмет жолындағы бұл асулар маман үшін үлкен тәжірибе мектебі болды. 2006 жылдан бастап Мал өнімдері корпорациясы акционерлік қоғамының Атырау облысы бойынша өкілі ретінде қызмет атқарды. Осы қызметте 5 жылдай жүріп, 2011 жылы зейнетке шықты. Білікті маманның ауыл шаруашылығы саласындағы ұзақ жылғы еңбегі жеміссіз қалмады. Өз кезегінде басшылық, қалалық, облыстық әкімшілік тарапынан көптеген алғыс хаттар мен марапаттарға ие болды. Білім білігі қызмет жолында өсуіне ықпал етсе, пендешіліктен ада әділдікті, шыншылдықты жанды қалайтын, ақ жарқын мінезімен ұжымдастарға, ауыл аймаққа құрмет артты. Әкеміз үшін отбасы деген Алланың берген үлкен сый еді. Осы ретте 1972 жылы анамыз Мадина Хамид қызымен бас қосып, ұрпақ өсірді. Отбасына берік, ұл-қызына қамқор бола білген әкеміз бен анамыздың тұнық тәрбиесін бойымызға сіңіріп өстік. Бүгінде өсіп өнген 5 баласы, атап айтсақ қыздары Ақмарал, Айнагүл, Алмагүл, ұлдары Әділбек, Ақылбек бәрі де қызметте, үйлі, баранды. Өзіміз әке, ана танып, құрған отауымыздың түтінін түзу ұшыруға тырысып, ата-баба салтын сақтап, салихалы ұрпақ тәрбиелеп отырған жайымыз бар. Мұның бәрі ата-анамыздан көрген тәлімнің жемісі.
Олардың бір-біріне деген жылы қарым-қатынасы, сыйластығы, кемшілігін жасырып, жақсылығын асырып отыратын 100 жылға татырлық өнегесінің нәтижесі. Анамызға келер болсақ, оның жылы қабағы мен жайсаң да жұмсақ мінезінің өзі жанымызды тыныштыққа бөлеп, алаңсыз күндерімізге сан алуан реңктер сыйлайтын. Дастарханы жиылмайтын, әрқашан шүкіршілігінен танбайтын асыл анамыз Мадина Хамид қызы 1948 жылы 1 ақпанда Гурьев облысы Махат ауданында дүниеге келген. Өзінен кейін Айгүл есімді бауыры бар. 1966 жылы Мадина анамыз Горький атындағы орта мектепті аяқтаған соң Алматы қаласындағы қыздар педагогикалық институтында білімін шыңдады. Махат мұнай-газ өндіру басқармасында алғашқы еңбек жолын бастап, электр цехының жұмысшысы, кейін хатшы, есепші қызметтерін атқарды. 1973 жылдан бастап дәріхана меңгерушісі болды. 1979 жылы қойма меңгерушісі. Кейін Атырау қаласындағы Рембыт техника мекемесінде диспетчер болып біраз жыл жұмыс жасады. Бұдан соң сатушы қызметін атқарды. Еңбек ете жүріп 5 баланың тәрбиесінде қалыс қалдырмады. Үй тірлігіне де, жұмысына да үлгеріп, ағайын туыстың да шаруасынан, шақыртуларынан қалмайтын. Әр баласының жақсы білім алуын, болашағының жарқын болуын тілемейтін ана жоқ. Еңбек етсе, осы ұрпағымның игілігі үшін деп, жарғақ құлағы жастыққа темеген анамыздың үкілі үмітін барынша ақтауға тырысып жүрміз бүгінде. Жан ана, асыл ана, аяулы ана. Жүзіңізді ұмытайық қалай ғана. Сақтаулы, жаттаулы тұр нұрлы бейнең, мәңгіге жүрегімізбен санамызда. Жан ана, жанарыңыздан нұр тараған, сәтіңді аңсадық қой, бір қараған. Сағынтты оттай ыстық алақаның аялап маңдайымызды сипалаған. Арманымыз ақ сүтіңді ақтадық па, ақ ниет, ақ жолыңды сақтадық па. Сеземіз, жүрсіз бізді желеп-жебеп, қиналған сәл қысылған шақтамына. Қашанда қорғайтұғын қолдар бізді, өзіңізге бұл өмірде тең бар меді. Шаттанып, шалқып, тасып жүргеніміз, аяулы жан анашым, сен бар деді. Иә, сіз бар кездегі күндердің ғажаптығына, қадіріне жетіп жатырған жайымыз бар. Ол сәттерді ешбір ғаламат алмастыра алмайтынына көзіміз жетті. Әкеміз бен анамыз біздің келелі келешегіміз үшін қаншама тар жол тайғақ кешуден өтті. Әр қайсымызды ұлағатқа жеткізіп, Әділет, Әсем, Амина, Осман, Дін Мұхамбет есімді немерелерінің құшағына басты. Рамазан, Айнұр, Аят, Аян атты жиендерінің де қызығын көрді. Олардың да алды сейіп, үйлі болғанда Аллаға шүкір деп отырушы еді. Бірақ Ясмина, Рауан, Сафина есімді жиеншарларын көре алмады. Десе де Аллаға шүкір, артынан ерген үрім бұдағы өсіп өніп, бір қауым ел болуда. Ата-анамыздың бар тілегі, арманы осы еді. Уақыт зырғып, жылдар жылжып, міне, қазіргі уақытта әкеміз Тоқтабай Аманқосұлының дүниеден өткеніне 3 жыл. Анамыздың өмірден озғанына тура 10 жыл болыпты. Егер тірі болсақ, қос тірегіміз 75 жасқа келер еді. Амал нешік, қос ақылшымыз, данамыз болған ардақты жандардың рухына құран бағыштап, жұмақ мекенде жандарының тыныштық тапқанын қалаймыз. Бар қолымыздан келері осы ғана. Мына жерде нағашы жұрттарымыз бар. Менің нағашы жұртым, көкенің нағашы жұрттары, алыстан келген бауырым бар, Нұрша, Мәлік. Бәріңізге көп рахмет айтам. Балдарының жолдастары осы көмектесіп, ат салысып, осы дастарханға дейін жасасып көмектесіп жатыр. Қыздарының жолдастары, көке бәріңізге көп рахмет.
Тек қана аман болыңдар, балдарын, қызықтарын көріңіздер. Ал енді Төкеңнің алыстан келген, Астанадан келген ұжымдарына көп рахмет айтамын. Аман болыңыздар. Біздің осы сәлемімізді айтып барыңыздар. Енді аз-мұз кемшілігі болса, оны кешіріңіздер, жақсылығын асырыңыздар дегім келеді. Осы ауаның шамалысына қарамай, осы сыйластықпен келіп жатсыңдар. Көп рахмет. Сіздерге осы семьямыздың атынан шын жүректен рахметімізді айтамыз. Бірі білте, бірі болған жарық шам. Ұрпақ үшін, ел қамышын қамыққан. Шалқысын деп нұр пеште жандарың, дұғы оқудан біз ешқашан жалықпан. Жандарың жұмақ төрінде болсын, асыл әке аяулана.